Общая тема шоу. Улицы прошлого, здесь лицезреть суицид тошно вам. За новеллу Пулитцер срочно нам, ведь слова тут пули в цель точно да. Сәлем достар, общий темаға қош келдіңіздер. Бүгінгі талқылайтын бірінші тақырыбымыз әлемді жаулаған Инстаграм. Әлеуметтік желі көшбасшысы Инстаграм өз тұтынушыларына жаңашылдық ұсынбақ. Оның біреуі жазылған постта лайк санын көрсетпеу. Яғни лайк кім басқаны көрінеді, бірақ саны көрінбейді. Мен сол Инстаграмға бола біл. Мен сол лайк үшін Америка, наш. Осы видео түсірдім ғой. Лайк Инстаграмның жүрегі. Мысал ретінде қалай келтірсем болады? Мысалға, жаңа жыл оливьесіз қалай қарсы аласыздар? Қазақ понсыз, той төбелессіз, бешбармақ етсіз, Байзакова бетсіз. Мен былай айтайын, лайк керек емес дейтін адамдар сол лайкқа жете алмай жүрген адамдар. Достар, лайк басыңыздар. Лишь давно мы излучаем, мы бухаем шоу. Өшіп қалды. Не өшіп қалды? Сайт өшіп қалды ма не? Өшіп қалды дейм. Өшіп қалды ма? Брат, не ғой? Жаңа жылыңмен онан қарасайшы. Ол жеңет, онан қара. Брат, не ғой, трезватель шақыра саламыз ғой деймін, ішіп алып едім. Ойымдамаса өзім жауап берем, өзім. Мы бухаем шоу. Келесі арт жаңалықтарына жол берейік. Кейбір адамдар өз ойын білдіру үшін әртүрлі тәсілдер қолданады. Ал кейбір адамдар халықтан ақша алу жолдарын іздестіреді. Майамидегі Арт Базель көрмесін көрейік. Күнделікті арзан заттар қазір құнды өнер туындыларына айналды. Қабырғаға лентамен жабысқан банан қазір сатылымда. Туынды Майамидегі өнер фестивалінде $150,000 сатылуда. Бұл шығарма бұрынғыға қарағанда комедия деп аталады. Осы уақытта 2 банан сатылды. Әрқайсысы $120,000 өтті деп хабарлайды өнертапқыш. Шынымды айтсам, не ойлау кереккен білмеймін. Бір жағынан былай ойлауға болады. Яғни өнердің өзі уақытша, әр нәрсенің өзінің соңы бар. Екінші жағынан, бұл банан ғой. Бұл жаңалықты көрген мен үй жағындағы банан сататын бақалюк бананның өзін $20,000 сатып жатыр. Бірақ скотчсыз. Ал енді бақалюктың жаңа туындыларына көңіл бөлейік. За новеллу Пулитцер срочно нам, ведь слова тут пули в цель точно да. Өте тамаша жаңалық. Құрметті отандастар, Димаш Құдайберген Америкада концерт берді. Құдайберген Димаш Нью-Йоркта миллиондаған халыққа жеке концертін берді. 60 ел азаматтары осы концертті көру үшін арнайы жиналды.
Димаш Құдайберген қазақ тілінде, орыс және ағылшын тілдерінде әндерін жанды дауыспен орындады. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра екенін дөп көрсетті. Қазақтың қара баласы әлем мойындаған жарқын жұлдыз. Бірақ ештеңеге қарамастан Димаш өзін сахнада еркін ұстады. Өзін жұлдыз сезінбейді, қарапайым адам екенін көрсете білді. Халықпен сөйлесіп, су ішіп, күліп ойнап, бір кезде микрофонды иегіне апарып қалған еді, мына жігіт келіп: түсініп тұрмын қобалжып тұрғанын. Микрофонды иегіңе қойдың, шашыңды жөндейсің бүйтіп. Байқалып тұр, бұл сахна мәдениеті болады. Ана иегінен ал микрофон, жаңа ғана айтып тұрмын, деді. Ол ма? Осы концертті телевизордан қарап отқан Ринат көке: Димаш, ол жаңа шыңғырып айту өнер емес негізінде. Өнер емес негізінде. Өнер емес негізінде. Өнер емес негізінде. деді. Болатын баланың бетінен қақпа, белінен бу дейді атаның қазақ. Лишь давно мы излучаем. Мы бухаем шоу. Мы бухаем шоу. Айгүл! Ау, Не? қыз, Новым годом! Жаңа жылда ерекше сыйлық алғың келеді ме? Хабарлас. Донор Дед Мороз түнгі сағат 12-ден кейін жұмыс істейміз. Құрметті отандастар, жаңа жыл құтты болсын. Жаңа жылда жаңа бақыт, жаңа табыс алып келсін. Общтема шоу сіздерге ұнап жатса, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, және де біздің Инстаграм парақшасына жазылыңыздар. Досым, саған айтам, саған. Келесі жылы жүздескенше. С Новым годом! Ол 10 шөмметі айналғыры. Жұмыстан. Трезватель шақыра саламыз ғой. Уайымдамасаң, брат, өзім жауап беремін өзім. Таныстар бар ғой. Його, брат. Болатын баланың Болатын бала белінен қақпа, болатын баланың бетінен ұрма. Бұл жолдарды іздесті. Майамидегі Арт Базил көрмесін немесе халықтың ақша алу жолдарын іздестіреді. Майамидегі Арт Базил көрмесін көрейік. Халықтан ақша алу жолдарын. Халықтың ақша алу жолдарын. Халықтан ақша алу жолдарын. Сен халықтың деп оқыдың. Өшіш, көрсекші.